Әулет құпиясы 6 серия. Чагла өз үйіне келеді. Дидем Чагладан Ханджи Углу үйіндегі ситуация жайлы сұрайды. Тахирде шыныменде инсульт болған ба әлде шындық басқама деп сұрайды. Бихрам Мелектің тез арада қылмысты өз мойнына алып, видео түсіргенін қалайды. Нургүл анасына Мелектің кінәлі емес екенін. Кеше қылмыстан алдын асханаға Сифаның пышақ іздеп жүргенін көргенін айтып, полицияға айту керектігін айтады. Анасы оға қарсы болады, жұмысынан айырылып қалудан қорқады. Доған Синанға бара жатады. Ал Синан әкесінің маңызды документін ұрлап, көлікке салып жатқанда Доған келіп қалады. Доған Синаннан Мелекті қайда ұстап отырғанын сұрайды. Синан Мелекті Дубайға жібергенін айтады. Доған ашуланады. Бірақ Синан бұл біздің әулеттің ережесі деп ақталады. Осы арада прокурорларға қылмыс орнына келіп тексереді. Бихрамның адамы Генджо Мелекті көндіруге келеді. Генджо Мелекке өте мейірімді болады. Менің ойымша ол Мелекке ғашық. Алдағы серияларда осы екеуінің махаббат линиясын көре алар мекенбіз. Чагла ресми түрде Мелектің адвокаты болады. Оған Синан да Доғанда қарсы болады. Илмаз Чагланы мақтайды. Чагла үстел үстінде бір құжаттың жоғалғанын көреді, бірақ ешкімге айтпайды. Доған Чагланың Мелектің кінәсіз екеніне сенбей тұрып қалай оның адвокаты боласын деп сын айтады. Прокурорлар Нургүлдің Сифа туралы айтқанын естіп, Сифадан күдіктенеді. Доған Синанды алып тез Сифаның ізіне түскісі келеді. Чагда ыңғайды сәтті пайдаланып прокурорлардан Мелектің ісін сұрайды. Прокурорлар дәлелдің жетіспеулігіне байланысты Мелек таңертеңге дейін полицияға келіп түсініктеме берсе, оны күдіктілер тізімінен алып тастайтынын айтады. Сифа аяқталмаған ісін қайтадан бастап, Тахирді өлтірмекші болады. Бірақ әпкесі сол кезде келіп қалып, оның әшкерленуінен құтқарып қалады. Доған Сифаны кінәлайды, бірақ барлығы Сифаның жағын алған соң сабасына түседі. Доған 25 жыл алдын 17 жасында үйден кеткен кезін еске алады, Синанмен қалай қоштасқанын. Сол кезден бастап оның отбасы жоқ екенін, және отбасы мүшелеріне де сенбейтінін айтады. Чагла Бихрамға келіп Синаннан Мелекті қайтаруын сұрашы деп өтініш айтады. Бихрам оған ашуланып, Чагланы Ханджи Углу жеке жайына шпион болу үшін жібергенін, басқа істерге араласпау керектігін айтып ұрсады. Чагла офистан шығып келе жатып, Бихрамның адамдары өзара сөйлесіп жатқанын естіп қояды. Чагла Бихрам Мелекті күштеп ұстап отқанын біліп қояды. Генджо әлі Мелектің мойындауын ала алмайды. Оны білген Бихрам Мелектің көзін жойып, суицид деп жасыру керек деп айтады. Махинур Тахирдің ауруханаға түскеніне қуанады. Өйткені 25 жыл алдын дәл сол Тахир Махинур мен Синанның махаббатына қарсы болып, екеуін екіге айырған еді. Чагла үйге келіп болған жайтты әпкесіне айтып, не істеу керектігін сұрайды. Махинур Чагланың Мелекті құтқарғанын қалайды. Генджо Мелекті өлтірмеуін өтінеді. Бірақ оны ешкім тыңдамайды. Генджо ақыр соңында ол қосылған суды Мелекке алып кіріп береді. Бірақ Мелек ішейін деп жатқанда Генджо суды төгіп, сыртқа шығып кетеді. Оны Фират көріп Бихрамға дереу жеткізеді. Ханджа Углу жеке жайында Тахирға арнап арнайы бөлме дайындап жатады. Доған Синанмен сөйлесіп Тахирді вертолет арқылы жеке жайға алып барсын деп, өз үйге қайтатынын ескертеді. Сол кезде Чагла Доғанға келіп бүгін ешқандай рейс Дубайға ұшпағанын айтып, Мелектің осында екенін айтады. Солай Чагла мен Доған Синанның ізіне түседі. Ал ақымақ Синан Бихрам Мелекті шыныменде Дубайға жібереді деп ойлайды. Ал Бихрам Мелекті өлтіргенше асық. Келесі сериалда бізді қызықты сәттер күтуде. Бізбен бірге болыңыздар.